Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз өкініш. Айсәуле күнделікті күйбең тірліктен әбден шаршап кеткенді. Үнемі еш нәрсеге көңілі толмайды, ашуланшақ. Баласына ұрсып жатты. Не деген жайбасар баласың, а? Тез-тез қимылдасай, қыз сияқты майысып жүрмей. Баласы үндемей ғана отынды жинап жатыр. Анасының бұл кейпіне үйренісіп кеткен. Ерасыл үйдің үлкені, өзінен кіші екі қарындасы бар. Көп сөйлемейтін тұйықтау бала. Өзі 5-ші сыныпта, үлкен қарындасы 3-ші сыныпта оқиды. Кішісі 5 жаста. Анасы бастарын сипап, еркелету дегенді білмейді. Ал әкесі Ернияз болса, нағыз балажан. Балалары әкелері жұмыстан келгенде жүгіріп шығып мойнына асылады, еркелетіп жатады. Ернияз зауыт директорының жүргізушісі, айлығы да отбасына жетерлік. Әйелі Айсәуле соған да риза емес. Түймедейді түйедей етіп ұрыс шығарып жүргені. Ернияз жұмыстан үйге келіп еді. Айсәуле, мына балаң қолынан дым келмейді, отынды да дұрыс жинай алмайды. Ер адамсың ғой, жөнге келтір ұлыңды. Әйтпесе әйелінің соры болып жүрер дағы, деп Ерниязды айқаймен күтіп алды. Ернияз үндеместен бөлмесіне кіріп кетті. Үстел басына тамақ ішуге жайғасты. Айсәуле әлі де долданып отыр. Елдің қатыны сияқты жарқырап, жайнап та жүрмейміз. Кешке дейін бітпейтін мына үйдің тірлігі, я бір қыдыртуды білмейсің. Өмір бойы осылай өтеміз бе? Деді Айсәуле ашуланып. Балалары тамақты ішіп, дастарханнан тұрып кетті. Ернияз, неменеге ашуланып отырсың? Сәулеш, сабырлы болсаңшы, уақыты келгенде барлығы болады. Уайымдама, деп байсалдылық танытты. Айсәуле болса, әлі басылар емес. Ол уақыт қашан болады? Күте-күте шаршадым тіпті. Түсінесің бе? Шаршадым. Басқа әйелдер сияқты менің де жұмыс жасағым келеді. Бар уайымың сол ма? Жұмысқа шыққың келеді ме, Сәуле? Жарайды, жұмыс іздеп шық, деді Ернияз. Айсәуле аң-таң. Іште қуанып кетті, бірақ білдіргісі келмей отыр. Дастарханды жинап жүріп, құрбысына хабарласты. Алло, Гүлзада қалың қалай? Үй іші аман ба? Иә, Сәулеш, бәрі жақсы, өзің қалайсың? Бала-шағаң аман ба? Иә, жақсы. Бір бұйымтайым бар еді. Алдында жұмысқа аспазшы керек деп жатыр едің ғой? Иә, керек. Маған жұмыс керек еді. Ертең сенімен ілесіп бірге барайын. Әрине, үйден шығар кезде өзім хабарласамын. Рахмет, Гүлзада, деп Айсәуле тұтқаны қойды. Көңіл күйі көтеріліп қалғандай. Ерниязға ертең дәмханаға аспазшы болып орналасуға баратынын айтып еді. Жарайды, Сәулеш, көңіліңнен шықса көрерсің, деді Ернияз. Ернияз Айсәулені бір көргеннен ұнатып үйленген. Мінезі салмақты, байсалды. Айсәуле болса Ерниязға басқа амалы болмағандықтан тұрмысқа шыққан. Сондықтан Ернияздың ешбір әрекетін дұрыс көрмейді. Әйтеуір не айтса да жақтырмайды. Таң атып, Айсәуле балаларын мектепке, кіші қызын балабақшаға апарып, құрбысы Гүлзадамен кездесіп, дәмханаға бет алды. Дәмхананың басшысымен сөйлесті. Жұмыс кестесі белгіленіп, аспазшы болып жұмысқа орналасты. Айсәуле қуанып, жұмысына кірісіп те кетті. Гүлзада сол дәмханада кассир болып жұмыс жасайды. Дәмханаға келетін адамдар көп, әсіресе түскі уақытта. Кеш батып, құрбылар үйге қайтуға дайындалып жатты. Дәмхана басшысы Закир Айсәулеге бір күндік жұмыс күнінің ақшасын берді. Айсәуле іштей қуанып, ой, жақсы болды ғой, деді. Сау болыңыз, деп құрбылар үйлеріне қайтты. Үйіне қайтар жолда Айсәуле өзіне азын-аулақ керекті заттарын алды. Құрбысы Гүлзада болса, азық-түлік алуда. Көздері жарқырап, көтеріңкі көңіл күймен үйіне келді. Дереу кешкі ас әзірледі.
Ерниязды сол уақытта жұмыстан келіп, Айсәуледен жұмыс туралы сұрап жатты. «Я, Сәулеш, жұмыс күнің қалай өтті?» деді Ернияз қуанып. «Қалай болушы еді? Сен сияқты мен де жұмыс жасадым. Аспазшы не істеуші еді?» «Білмейтіндей болмаш», деді ашуланып. Ернияз мұндай жауапқа үйреніп кеткен. Кешкі асты ішіп, балаларының сабағын оқытып, ұйқыға жатты. Келесі күні Айсәуле жұмысына келді. Басшысы Закир ұзын бойлы, қалың қасты, көз тартарлық бейнесі бар жігіт. Ажырасқан, бір баласы бар еді. Айсәулені бір көргеннен ұнатып қалды. Айсәулені шақырып алып, «Маған ерекше дәмді тағам әзірле», деп қысқа қайырды. Басшысының бұл әрекетін түсінбей, түскі асқа ерекше дәмді тағам дайындады. Закир тамақты ішіп алып, Айсәулені тағы да шақырды. Айсәуле болса, «Мынаған тағы не керек өзі?» деп іште долданып барады. Закир Айсәулеге, «Я, ерекше тағам әзірлепсіз, дәмі тіл үйреді. Дәмханаға келушілер көп болса, жалақыңыз да көбейеді. Барыңызды салып жұмыс жасаңыз. Жарайды» деген Айсәуле ішінен неменеге бір нәрсені қайталай береді, деп Гүлзадаға келіп, басшысының жөнсіз әрекетін айтып жатты. Гүлзада болса, «Бастық жұмысқа қатал адам, оның көңілінен шығу оңай емес», деп жатқаны сол еді. Закир кассаның жанына кеп қалды. Мұны көрген Айсәуле дереу ас бөлмесіне кетті. Гүлзада сасқанынан істеп тұрған кассаның аппаратын жөндеп жатқандай болды. Закир Гүлзадаға, «Ертең дәмхананың ашылғанына 1 жыл толады. Соған орай дәмхана қонақтарына ерекше бір сыйлық жасаңдар. Сосын барлық қызметкерлерге арналған кешкі көңілді отырыс ұйымдастыр. Барлығы дерлік қалмай келсін», деді. «Жарайды, Закир мырза», деген Гүлзада барлық қызметкерлерді жинап, осы жаңалықты хабарлады. Бірі отырысқа барам десе, бірі бармаймын деп жатты. Айсәуле не деп жауап берерін білмейді. Мұны сырттан бақылап тұрған Закир Айсәуленің отырысқа келуін қалап тұрған еді. Гүлзада мен Айсәуле жұмысын аяқтап, үйіне қайтып бара жатып, Гүлзада сөз арасында, «Сәулеш, ертеңгі отырысқа бара аласың ба?» «Әрине барамын. Үйде қанша жыл отырдық қой», деп Ерниязбен ақылдаспастан өзі шешім қабылдап қойғаны. Үйіне келіп күнделікті күйбең тірлікпен айналысып кетті. Кешкі астың басында Ерниязға отырысқа баратындығын айтты. Ернияз, «Гүлзада барады ма?» деп сұрады. «Әрине барады. Ол отырыстан қалмайды ғой», деді Айсәуле. «Жарайды, барып кел. Бірақ ұзақ отырма», деді Ернияз. Айсәуле мұрнын көкке шүйіріп, «Өзім білемін», деп ыдыстарды тарсылдатып, дастарханды жинастыра бастады. Ернияз болса далаға шығып кетті. Жұмыс істеймін деген Айсәуле бүгін шаршағандай ерте ұйықтап қалды. Келесі күні Закир Айсәуленің жұмысын тексергендей, қайта-қайта ас бөлмесіне кіре берді. Айсәуле түсінер емес. Закир, бүгін кешке құрығыма түсерсің деп өз-өзіне сенімді. Кеш батып, барлығы отырысқа жинала бастады. Гүлзаданың күйеуі қоңырау шалып, баласының ауырып қалғандығын жеткізді. Гүлзада отырысқа бара алмайтындығын айтып, үйіне қайтып кетті. Айсәуле мейрамханаға дейін өзі таксимен барайын дегенде, Закир көлігімен жанына тоқтай қалып, «Жүріңіз, отырыңыз, бірге барайық», деді. Мұндайды тек кинодан көрген Айсәуле бірден келісті. Жол бойы Закир Айсәулеге өзінің өмірі жайлы айтып келеді. Көп сөйлейтін Айсәуле үндемей тыңдап отырды. Мейрамханаға келіп, отырыс басталды. Закир Айсәуледен көз алар емес. Қайта-қайта биге шақырған Закир Айсәулеге де ұнап барады. Екеуі тіл табысқандай, Айсәуле өзін бір сәт бойдақ жас қыздай сезінді. «Сұлусыз, күлкіңіз неткен әдемі» деген сөздері
Құлағына да көңіліне де жағып барады. Әдемі кеш бітіп, Закир Айсәулені аялдамаға дейін жеткізіп салды. Қоштасарда бетінен сүйіп алды. Айсәуле де бұл әрекетіне қарсы болмады. Үйіне келсе, барлығы ұйқыда жатыр екен. Ернияздың жанына келіп жатты. Бар ойы Закирде. Ернияздан сұлулығына тамсанып, әдемі сөз естімеген Айсәуле Закирді ақбозат мінген ханзададай көрді. Бала шағасын тіпті ұмытқандай. Бойын бір махаббат сезімі тербегендей. Таң атып, әдеттегідей жұмысқа келді. Закир Айсәулені жұмыс кабинетіне шақырып алды. Айсәулеге шоқ гүлдерін ұсынып, кешке мейрамханаға баруға қалай қарайсың деді. Тіпті, білмеймін, күйеуіме не деп айтамын? Бір нәрсе ойластыр, деп қолынан тартып құшақтады. Айсәуле күлімсіреп, жарайды дегендей басын изеп, ешкімге білдірмес үшін шоқ гүлдерін Закирдің кабинетіне тастап жұмысқа кетті. Ерниязға хабарласып, жұмыстан кеш келетіндігін ескертті. Айсәуле өмір бойы іздеген адамы нақ осы Закир болғандай. Мейрамханаға келіп, тамақтанып отырғанда, Закир Айсәулені балдай тәтті сөздермен елетіп жібергендей. Қызыл шараптан ұрттап отырған Айсәуле масайып қалды. Осы сәттен бастап Закирдің айтқан сөздеріне иә дей берген Айсәуле қонақ үйде бірақ оянды. Көзін ашса, Закирдің құшағында жатыр. Өкінбестен ұялғандай сағатқа қарап еді, 12 болып қалыпты. Дереу киініп, телефонын қарап еді, Ернияз қоңырау шалыпты. Үйіне келе салып, жуынып жата қалды. Ернияз оянып, қайда болғанын сұрап еді. Жұмыс көп, бүгін аяқ асты кезекшілікте қалып қойдым, деді. Ернияз сеніп қалып, құшақтайын деп еді, шаршадым дегендей теріс бұрылып жатып қалды. Осылайша Айсәуле мен Закирдің кездесуі жиіледі. Айсәуле отбасында бала шағасында өмірінен сызып тастағандай. Ернияз да ештеңе білместен жүре берді. Бір күні Айсәуленің телефоны үстел үстінде қалып қойыпты. Тық-тық етіп хабарлама келді. Ернияз кенеттен қарап еді. Жаным, қолың босады ма? Есіңді сағындым деген хабарламаны оқыды. Түсінер емес. Сол кезде Айсәуле үйге кіріп келді. Мынау не? Деп Ернияз хабарламаны көрсетті. Айсәуле сасқанынан не дерін білмей, шатасқан болар, деді. Ернияз сол жерде Закирға Айсәуленің телефонмен қоңырау шалды. Закирдің «Ау жаным» деген сөзін естіген Ернияз ашуға мінді. Закир Ернияздың даусын естігенде тұтқаны қоя салды. Ернияздың ашуланғанын бірінші рет көрген Айсәуле қорқып кетті. Әйелі көзіне шөп салады деген ой үш ұйықтаса да түсіне кірмеген. Екеуі ұрсыса кетті. Намысы аяққа тапталған Ернияз Айсәулені ұрып жіберді. Айсәуле, шаршадым болды. Ол сенен 10 есе артық. Түсінесің бе? Сені сүйген емеспін. Бұл жерде тұрғым да келмейді, деп киімдерін жинап сөмкеге салды. Кететін болсаң, бұл үйдің есігі сен үшін ашылмайды. Соны біліп қой, деді Ернияз. Үш баласы шырылдап жылап жатыр. Соған қарамастан, Айсәуле еш ойланбастан үйінен кетіп қалды. Аялдамаға келіп таксимен Закирдің үйіне келді. Закир қуана қарсы алды, жылап тұрып барлығын айтып берді. Қорықпа жаным, мен сені ешқашан тастамаймын, деп жұбатты. Ернияз таң атқанша көз ілмеді. Айсәуленің басқа еркекпен көңіл қосқандығы жанына аяздай батып барады. Балаларына өзі ана, өзі әке болмақ. Әйел атаулыны жек көріп кетті. Балалары анасын не үшін кетіп қалғандығын да білмейді. Бірақ үлкен ұлы түсінгендей. Айсәуле мен Закирдің көңіл жарастырғанын дәмхана ұжымы да білді. Айсәулені осыдан кейін барлығы жақтырмай қалғанды. Тіпті құрбысы Гүлзада да онымен сөйлескісі келмейді. Закир мен Айсәуле бақыттан бас айналып,
күндері мен түндері бірге өтіп жүрді. Бірақ Закир Айсәулемен заңды некеге тұратын ойы да жоқ. Осы жайлы айта бастаса болды, әр нәрсені айтып сылтауратып қашқақтайтын. Арада біраз уақыт өтті. Айсәуле балаларында іздеп бармады. Ернияз балаларына өзі қарап келеді. Тамағын жасап, киімдерін жуып, сабағында оқытатын. Көрші жеңгелері арасында келіп көмек көрсететін. Әйтеуір ел біткеннің барлығы оны аяп, әңгіме қылып жүрді. Қиын болса да тағдырының жазғаны осы болар деп мойымады. Кіші қызы анасын іздеп сұрап жылайды, Ернияз болса үндемей ғана жұбататын. Закирдің дәмханасының жұмысы жүрмей қалды. Бар мәселе қаржы тапшылығы болды. Ақыры Айсәулеге үлкен сомадағы несие алдырып, қарызын жапты. Күндер сырға өтіп жатты. Сән салонынан кеш келемін деген Айсәуле үйіне ерте келді. Кешкі асты әзірлеп, теледидар көріп, қонақ бөлмеде жатты. Үйдің есігі ашылып еді, дәлізге жүгіріп шықты. Аймаласып, сүйісіп кіріп келе жатқан Закир мен бір жас қызды көрді. Не мынау? Мен сен үшін отбасымды тастадым. Закир, оңбаған екенсің, деп Айсәуле зіркілдеп айқай шығарды. Жас қыз одан әрі жағдайды ушықтырып, сен үйде ешкім болмайды деп едің ғой. Айсәуле жас қызды итеріп үйден шығарып жіберді. Закир болса, мен өзім білемін. Сен менің заңды әйелім емессің. Отбасыңды тастаған өзіңсің. Ұнамайды ма? Онда қараңды батыр. Мен үшін сенің қызығың бітті, деп ашық айта салды. Айсәуле жылап, киімдерін жинастырып далаға шығып кетті. Еңіреп жылап келе жатыр. Закирдің неге басынан арам ойын білмегеніне өз-өзіне ұрсып келеді. Үйіне барайын десе, Ернияздың соңғы сөзі әлі есінде. Қайда барарын білмей дал болды. Ақыры саябаққа барып, орындыққа қисая жайғасып жатты. Өмірі көз алдынан сырғып өткендей. Таң атты. Өзінде үйсіз-күйсіз жүрген бейшараның барлығы осы саябаққа түнеген. Түрлерін көріп шошып кетті. Сөмкесін сүйретіп жұмыс іздеуге шықты. Әйтеуір түстен кейін еден жуушы болып жұмысқа орналасты. Бар жағдайын айтып еді, басшысы бір апта осы ғимаратта тұруға рұқсат берді. Қарны аш, қалтасында көк тиыны болмаған соң басшысынан жалақысына дейінгі алдын ала төлемін алды. Дүкеннен дайын кеспені сатып алып, ішіп, суықтау бір бөлмеге жайғасты. Ұйқысы да қашып кеткендей. Балаларын енді ойлап жатыр. Ойлағаннан не пайда? Жұмысты тиянақты жасайтын Айсәулеге басшысы тағы да бір ай тұруға рұқсат берді. Бірінші жалақысынан тәттілерді үйіп төгіп алып, балаларына мектепке келді. Балалары анасын көргенде танымағандай жанынан өтіп кетті. Айсәуле ұлы мен қызының артынан жүгіріп, тоқтаңдаршы, білемін, маған өкпелісіңдер. Ержеткенде түсінесіңдер, кешіріңдерші мені. Боталарым, балапандарым, міне қараңдаршы, сендерге көп тәттілер алып келдім, деп еді. Үлкен ұлы, сізден ештеңе керек емес. Әкем барлығын өзі алып береді. Енді мектепке келуші болмаңыз. Біздің анамыз жоқ, деп қарындасын жетектеп кетіп қалды. Айсәуле сол жерде отыра кетіп жылады. Ұлының ержеткендігі байқалып тұр. Басы салбырап жұмысына келді. Біраз тынығып, пәтер іздеуге шықты. Қалаға шалғай ауданына пәтер тауып, сонда орналасты. Ернияз ажырасуға арыз беріп қойған. Заңды некелерін бұзу туралы сот үкімі шығарылды. Сонымен қоса, болған жағдайды ескере отырып, Айсәулені ана болу құқығынан айырды. Айсәуленің соңғы үміті үзілді. Жер кезіп, басы ауған жаққа кетіп қалғысы бар. Жалдамалы пәтеріне келіп еді, көршілері туған күнге жүріңіз деп қолқа салып, барғысы келмесе де алып кетті. Туған күн кешінде қызыл шараптан ұрттап отырған Айсәуле масайып қалды. Бұны пайдаланған бір жас жігіт оны үйіне кіргізіп жіберемін деп өз дегенін жасап кетті.
Таңертең оянса, тыржалаңаш төсегінде жатыр. Басы сынып ауырып барады. Кешегі болған жайттың бірін де білмейді. Көршісінен барып сұрауға ұялып тұр. Жұмысқа кешігіп те барады. Кешке дейін жұмысында болып, ақыры көршісінен туған күн кешінде не болғанын сұрауға бел буды. Кішкене қызып қалдыңыз, сосын күйеуімнің досына апарып тастауын өтіндім, деді. Мұны естіген Айсәуле өзін зорлағанын білді. Іші күйіп барады. Мұндай жағдайға қалайша тап болдым, сорлы басым-ай, деп еңіреп жылады. Өз-өзін басу үшін дүкеннен кішкентай құтыдағы арақты жалғыз өзі ішіп алды. Әдеттегідей жұмысына барып келіп жүрді. Ащы судың дәмін татпаса, ұйықтай алмайтын еді. Жауабы жоқ сұрақтармен бас ауырып кететін. Жалғыз досы бөтелке болғаны қашан. Жұмысына да арақтың иісі мүңкіп баратынды шығарды. Қанша ескерту айтылса да тыңдамайтын. Сөйтіп жүргенде жұмысынан да қуылды. Әйтеуір біреудің үйін тазаласа да күнделікті нәпақасын тауып жүрген. Өзімен тағдырлас жандармен бөтелкелес болып барады. Көзін аша сала арақты аңсап тұрады. Ішпесе басы ауырып, қу арақтың соңынан кетіп қалатындай жағдайға да жетті. Пәтер ақысын төлей алмай далада қалды. Қаңғыбас бөтелкелес достарымен қыс түссе жертөлені, жаз келсе саябақты мекен етіп жүрді. Түрі де тозып кеткен. Есін бір білсе бір білмейді. Ал Ернияз Тәңірі берген сынаққа шыдап беріп келеді. Биыл Ерасыл 9-шы сыныпты аяқтады. Қыздары әкесіне қолғабыс болуға жарап қалған. Ернияздың жары болуға дайын әйелдер қауымы да баршылық. Бірақ Ернияз ешкімге де көз қырын салған емес. Қазір өзі кішігірім кәсіппен айналысуда. Табысы да жаман емес. Ерасылды оқуға түсірмек ойы бар. Балалары ес біліп қалғаннан соң ба, аналарын бір еске алып сұрамайды. Өмірлері жалғасын тауып жатты. Аязын сүйретіп қаһарлы қыста келді. Күнделікті үйренісіп қалған әдетімен Айсәуле ащы суға мас болып далаға жатып қалды. Ішіндегі қызуы жаурағанын білдірер емес. Қанша уақыт жатқаны белгісіз, таң ата есін жиды. Аяқ қолы дым сезбей қалған. Орнынан да тұра алмайды. Арлы-берлі жүріп жатқан адамдар да жоқ. Біраз уақыттан соң адамдар жұмысқа шығар кезде барлаусымен көмекке шақырды. Бірі естісе, бірі естімегендей жанынан өтіп кетіп жатты. Жанына батқан ауру шыдатпай барады. Әйтеуір бір жас бала келіп, жағдайын көріп, жедел жәрдемді шақырды. Ауруханаға жеткізілген, аяқтарының саусақтары үсіп кетіпті. Дереу ота жасалды. Саусақтарын кесіп тастады. Айсәуле ащы судың дәмін аңсағандай. Бірақ қу арақтың арқасында саусақтарынан айырылды. Терең ойға батты, есін жиып, сау жүрмегелі қашан. Бір жолада қу арақпен қоштасуды жөн көрді. Медбикелерге жалынып жүріп, түзету орталығына хабарласып беруін өтінді. Ақыр соңында әлеуметтік түзету орталығына өз аяғымен мәскүнемдік өмірмен қоштасу үшін барды. Біршама уақыт өткеннен кейін арақтан айығып келеді. Ащы судың дәмін көрмегелі Айсәуленің бет әлпеті де ажарлана түседі. Бос уақытында тоқыма тоқиды. Ең алдымен балаларына деп шұлық тоқыды. Ендігі арманы балаларымен кездесіп, күйеуінің балаларының алдында кешірімін алу еді. Мінезі де салмақты бола түскендей. Маскүнемдік өмірді жеңіп шыққан Айсәулеге бірнеше рет телеарналардың біріндегі ток-шоуда басты кейіпкер болуға ұсыныс білдірді. Айсәуле ұялып келісім бермеген. Уақыт өте келісті. Сұхбат алынып, Айсәулені теледидар арқылы бүкіл ел жұрт көрді. Көршісі жүгіріп келіп Ерниязға айтып еді, тыңдағысы да келмеді. Іші бір жылп еткендей болды. Ақыры журналистер келіп, Айсәуле балаларын көргісі келетіндігін айтты. Ернияз бар күш-жігерін жинап, балаларын алып бағдарламаға келді. Айсәуленің бар өмірі баяндалды.
Балаларымен кездескен Айсәуле жылауын тоқтатпады. Тізерлеп тұрып кешірім сұрады. Балалары анасына өкпелі, Ернияз болса үндемеді. Кешірдім деп бір сөзбен ойын аяқтады. Бірақ қайтадан қосылып өмір сүргісі жоқ. Көңілі суып кеткен. Айсәуле балаларымен жолығып, қарым-қатынасын түзетуді қолға алды. Жұмысқа орналасты. Мына өз қолыммен құрттым. Бақытты отбасынан емес, көшеден іздеген өкінішті. Өз-өзімді кешірмеймін деп, өз-өзін жазғырумен күні өткеріліп келеді. Бір күні жұмысында есінен танып, сылқ етіп еденге құлап түсті. Ауруханаға жеткізілген Айсәуле тексерістен өтіп жатыр. Жанында демеу болар ешкім жоқ. Дәрігер бауыр обыры деген диагноз қойды. Емделеді, бірақ жылдамдату керек. Сіздің жағдайыңызда әрбір минут санаулы деп шығарып салды. Жол бойы ойланып келеді. Сүрген өміріне көңілі толар емес. Ешкімге сыр білдірместен емделіп жүрді. Бірақ жағдайы күннен күнге нашарлай берді. Арада біраз уақыт өткеннен соң ауруханаға жатқызылды. Балалары анасынан хабар болмаған соң, үлкен ұлы жұмысына іздеп келді. Күзетші мән-жайдың барлығын баяндап берді. Баласы есеңгіреп қалды. Үйіне келіп, әкесіне айтып еді, Ернияз жаны ашыды. Кеште болса балаларын алып ауруханаға келді. Палатаға кіріп келген Ернияз бен балаларын көрген Айсәуле аң-таң. Ерасыл сонша жылдан бері анасын бірінші рет құшақтап жылады. Жазылып кетесіз, деп сендірді. Айсәуле үшін дәл осы сәт бақытты еді. Бұрынғы өмірі қайта берілсе, бәрі басқаша болар еді деген ойда. Балаларымен Ернияз Айсәулемен қоштасып үйлеріне қайтқалы жатқанда, Айсәуле, ертеңгі таңды көру-көрмеуім екіталай. Ендігі белгілі ғой. Несін жасырайын? Балапандарым, сендерге аналық махаббатымды бере алмасам, мені кешіріңдерші. Мені сағынған сәттерінде қастарыңнан табылмадым, кешіріңдер мені. Ерниязға қарап тұрып, сен де мені кешір. Сен берген бақытты аяламағаным үшін, саған адал жарың бола алмағаным үшін. Кешірші мені, Ернияз. Барлығы үшін саған рахмет. Енді өліп кетсем де арманым жоқ. Деп кешірім сұрап, жанары жасқа толып, жүрегі езілгенде күй кешті. Балалары да шыдай алмай жылап жіберді. Анасының бетінен сүйіп, қысып құшақтап үйлеріне қайтты. Бірақ бұл соңғы кездесу еді. Жаратқанның маған берген ғұмырында бақытты үйден емес түзден іздедім. Бақытты ақша, байлық деп ұғыныппын. Жылтыраған бақытты таңдадым. Нағыз бақыт менің ыстық ұям. Балаларым, менің адам шыдамас мінезіме көне білген адал жарымның махаббаты екендігін кеш ұғындым. Өкінішті. Өкінішпен өткізілген соңғы сәтім осы болса керек. Алла, мені өзің жарылқай көр, деп күбірлеп жатқан Айсәуленің соңғы демі де үзілді. Өмірінің соңғы белеңі өкінішпен өткерілді. Артында жоқтап бала шағасы қалды. Анасының өлімі балаларына ауыр соққы болды. Ерниязда жүрегінен өшіргісі келсе де өмірінен өшірер емес. Осылайша арада біршама жылдан кейін Ернияз ұлын ұяға, қызын қияға қондырып немерелі болды. Бала шағасымен бақытты ғұмыр кешті. Не дегенімен Айсәуленің орны қарттық жаста білінгендей. Әңгімені тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Өзіміздің барымызға, отбасымыздың барына шүкіршілік етіңіздер. Әр әңгіме шынайы өмірден алынған. Барлығымыз ешқашан өкінбейтіндей тірлік жасайық.